духовкамды қыздырып қойдым, пешімді қыздырып қойдым. Енді қазір мынаның бетіне жұмыртқаның сарысын жағамын. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жіберіп, осыны бүйтіп жағып шығамын. Сонда пирожкиіміз жұп-жұмсақ боп жақсы пісады, жылтырап. Осылай жағып шығамыз да. Екі жерінен зубной не бар ғой, тіс шығатын ағаш. Сонымен екі жерінен бет тесіп шығамыз да, соны духовкаға салып пісіріп аламыз. Міне қыздар, пирожкиларымыз пісті. Енді қазір сосиски тестіміз піседі. Міне қыздар, қазір пирожкиларымыз соусын суытып қояйын. Міне қыздар, нандарымыз осылай көтеріліп тұр. Енді қазір оны пешке саламыз. Сосиски тестеміз пісті. Қазір көрсетем. Міне қыздар, сосиски тестеміз де пісті. Қазір міне оны салып көрсетемін неге. Міне қыздар, мен духовкаға нанын салдым. Ол осылай көтеріліп тұр мінеке. Енді қазір мен оның бетін қызарған кезде қаңылтырмен жабам, өйткені мен духовкам бетін күйдіріп жүреді. Содан кейін 15 минут осылай тұрып піседі. Бетін жауып, одан кейін бетін жапқаннан кейін 30 минут тағы, сонда 45 минуттың ішінде осының ішінен пісіп шығады духовкадан. Мінекей қыздар, нандарымыз пісіп шықты жаңа ғана. Мінекей нандарымыз пісіп шықты. Сосискиіміз дайын, пирожкиіміз дайын. Міне пирожкиіміз капустамен осындай. Так, пісіріңіздер, лайк басып, комментарий жазыңыздар, подписка жасаңыздар. Кәдеңізге жарасын, ас болсын.